біздің үлкен мысалы үлкен мынау шаруашылықтар ірі қара ұстайтын, олардың жаңа сүтті ірі қара шаруашылығын, олардың азығын күндегі мәзірі дейміз ғой, рационын құрайтын Белоруссиядан келеді. А бізде 5 жерде аграрлық университет бар. Оны мамандар неге істемейді оны? Значит, қызығушылық жоқ. Немесе маман дайындамай отырмыз онда. Жылқыға байланысты мамандықтар. Жоқ, жылқы туралы ешқандай мамандық жоқ, факультет жоқ. Бұрын кеңестік үкіметте, совет үкіметі кезінде Алматы зоотехникалық малдәрігерлік институтында жылқы және түйе шаруашылығы деген кафедра бөлек болды. Семей зоотехникалық малдәрігерлік институтында жылқы шаруашылығы деген кафедра болды. Оның бәрі құрыды, ол жоқ. Енді бірақ мал шаруашылығы ғылыми зерттеу институтында жылқы шаруашылығы бөлімі ғылыми зерттеу ғалымдар бар, 1-2 ғалым ол жерде қалған. Жаңа мына елбасының президенттің жолдауымен кеше институт аштық қой енді Ақтөбеде. Оны әлгі ашты айтқанның айыбы жоқ, енді эфирде мен көріп өкпелейтінде шашкейді. Ол жоқ маман. Мені шақырады, жаңа үлкен айтып отырған зейнеткерлер шақырады. Оның барын енді маман тапшы болғаннан кейін ғылыми зерттеу институт деген ол үлкен индустрия. Ол деген ол тек қана жылқы ғана емес ол жерде. Жылқыны азықтандыру керек, жылқыны баптау керек, спорт жылқы шаруашылығы болу керек, өнімді жылқы шаруашылығы болу керек, асылдандыру селекция жұмысы бөлек жүру керек, биотехнологиясы, генетикалық мына қазір әлемдік ол бөлек мамандар шоғырланып келіп ғылыми зерттеу институты ашу керек те. Соған міне қазір штатын бекітіп жатыр, болғанмен маман табылмай жатыр.